өлімге қарсы айтамыз деді. Мына не деген масқара бір. Өйткені мінез болмаса болмайды. Кімге бармыз керек? Барлығына бардық та өздерінің жазғандардан өздері қарсы шықты. Бұл неге сәлематсыз ба сіздің болуға тиісті армысыздардың деген сияқты жасасақ бола ма? Өйткені жастар саналы түрде болады, бірақ оларда ашылы түрде айтады. Сапаровтың атына. Өйткені ол білмейді мемлекеттік тілді. Енді ертең тағы да сәлематсыздар ма дейді ғой 20 жыл. Сонда қорғаныс министрінің жанында бір шара өткізуге отырсыздар. Қоғамдық ұйымдар, Қазақстан ардагерлер қауымдастығы, депутаттардың арасында белсенді жас отанның жігіттері бар. Енді өзіміз жүрміз ғой. Сөйтіп отырып, соны көрсетеміз журналистер шақырып, міне жақында осындай болмақшы. Мынадай хат жазып едік, мынадай хат жазып едік, мынадай мемлекеттік тілдің аясында адамдардан сұрайық, мына біздікі дұрыс па сұрап отырғанымыз. Енді оның бәрі қағаз ретінде жазып несеңіздер қолдаймыз. Ұят қой деді. Масқара менің шақырғаным емес ол. Өздерінің жазғандары 6 жыл болды. Баспасөз конференция өткізсеңіздер сайлауға шақырыңыз. Сондай ой болсын, біздің дайындалып жатқан өте жақсы болады. Оны тез өткізу керек баспасөз. Тек қана осы бір мәселеге ғана қатысып өту керек. Армысыздар, айбынды сарбаздар дейміз бе, жоқ сәлематсыз дейміз бе деп редакцияға жіберіңдер. Редакциялардың бәрі бар қоя, шын ұқсап ұшып келеді өздері. Өйткені ана жерде бар қоя, өте үлкен мәселе көтерілуде. Өздері маған Министерство обороны хат берді рахмет айтып. Авторский права беріп керек. Оны ешкім бере алмаса. Грамотасын берді. Сөйтсе де уставтың ішіне жаңағы басқаша шықса. Ал енді бұл деген кезде армысыздар десем екеуі бірдей деп айтты. Содан кейін ада перспективі бір қойып, сцена жасатқызып қойған журналистер бүйтіп қойып, сәлематсыздар ма жауынгерлер деп. Содан кейін сарбаздар дайындап беріп отырған басқа. Бізге маңыздандай да дайындық осылай болады. Армысыздар айбынды сарбаздар. Сондай керек қой бізге. Міне соны бір ақылдасамыз, егер мен отырсам, мен документтерді бәрін алып